кеше шығармашылық кеш болғалы тұр, иә. Соған бас қосып отырмыз. Бұл жұмбек кешіміздің тақырыбы республика күніне арналған елімнің айбыны менің мақтанышым атты бала мен ата ана арасында байланыстырылған сурет байқауы. Енді бүгінгі бүлдіршіндер ертеңгі елдің болашағы. Сондықтан отан Matay bizim yaramaz. Günde bizim yaramaz. Merhaba Aydın. Respublika Çermenim. Özebağ'da bitti. Çermenim. Тақтарымыздың қызығын көріп, осы бүлдіршіндердің ортасында ауырмай, бәрімізді жүре беріңіздер, жұмыстарыңыз табысты болсын, көрер қызықтарыңыз мол болсын дегім келеді. Біздің макетіміздің аты менің отаным Қазақстан деп аталады. Бірінші бізде бұл жерде жер бейнеленген, айналып тұрған жер бейнеленген. Яғни Қазақстан осы жер шарындағы ел ортасында орналасқан 9-шы мемлекет деп көрсетіп тұрмыз. Біздің еліміз тәуелсіз, егеменді Қазақстан деп алдық. Біздің бүгінгі енді келе жатқан республика күні құтты болсын дегіміз келеді. Және бұл жерде сонымен қатар шаңырақ бейнеленген, шаңырақ, яғни бұл біздің отбасымыз, бұнда атамыз, әжеміз, ата-анамыз және балдарымыз осы елімізде тыныш өмір сүрсін, бақытты болсын деген ниетпен шаңырақта салып отырмыз. Ортасында Қазақстан бейнеленген. Біздер өзіміздің отанымызды сүйеміз, өзіміздің еліміз бар. Ең басты еліміз тыныш болсын, қалғаны бәрі болады. Осы елде өмір сүріп жатқан балапандарымыз аман болсын, ауырмасын деген біздің макетіміз. Суретіміз біздер мұнда Қазақстанды бейнеледік. Одан кейін біздің жалауымыз, одан кейін жақын болашақта өсіп келе жатқан біздің балаларымыз. Болашақтары жарқын болсын, әрқашанда бейбітшілік құсы самғап, ұша берсін. Тек қана бекіте берсін деген мақсатта. Біздер деген қима тапсыру әдісімен Қазақстан жалауымыз бейнелеген түріміз өзімізше енді күн, бүркіт және көк аспан, көк құстар Қазақстан жалауымыз бейнелеуші шексіздік. Еліміз бірлікте тыныштықта болсын деп Қазақстан жалауын жасадық деген жалауымыз. Көк аспанымыз ашық болсын деп. Көк аспан астында осы балаларымыз бақытты, бейбітшілік өмірде өмір сүрсін. Күшті, күшті.